Бәріңе сәлем достар, сіздер Димари каналындасыздар. Бүгінгі видеоның тақырыбы топ 5 2019 жылғы шыққан нормальный кинолар. Сразу айтайын, бұл подборканы біз достарымызбен жасадық, сол үшін ашуланбаңыздар. Димари арнасы ұсынады. Так, достар, 5-ші орында Собачья жизнь 2 болып келеді. Бұл кино өзінің атмосферасы мен басты кейіпкерлердің қиындықтары, жасөспірім өмірі мен 7 қазынаның бірі ит адалдығы жайлы кино. Это Си-Джей, новый и самый прелестный член нашей стаи. Пёсик. В чашке ничего нет. Обожаю завтракать с внучкой. Я тоже. Она подкармливала меня беконом. Ты позволяешь ей купаться с грязной псиной? Мы просто веселимся. О, мама тоже хочет поиграть. Ой, боже мой. Или нет? 4-ші орында Ано 2. Бұл өте қатты қорқынышты кино. Бұл фильм 1-ші бөлімнен 27 жыл өткен соң клон Пеннивайздың оралуы және оның кек қайтару жайлы тамаша фильм. Көрмесеңдер өлтіріп кетеді, не істейді басқа? It's about making sure you surprise them. And they don't surprise you. We'll never get to where we were. How was that? Someplace good. 3-ші орында өрмекші адам үйінен алыста. Ё-моё, чё за перевод? Сіздер осы комментарияға дұрыс несін жазып берсеңіздер дұрыс болатын еді. Ал киноға келетін болсақ, бұл фильм әйгілі Marvel киностудиясының 3-ші фазасының қорытындысы. Басты кейіпкер Питер Паркердің жетекші Тони Старктың қазасына қайғырумен жаңа өмір бастауы жайлы керемет кино. Ты здесь один. Твои друзья в беде. И что ты собираешься делать? Екінші орында қиындықтарға толы Джокер. Бұл кинода басты кейіпкер психикалық тұрақсыз клоун, қылмыстық әлемнің ханзадасы, Артурдың өмір қиындықтары және жаңа адамға айналу жайлы қайғылы фильм. Ёп твой... Всю жизнь я не знал, существую ли я. Существую. И люди начинают замечать меня. Думаешь, это смешно? По-твоему, это шутка? Бас жүлдеміз кек қайтарушылар. Бұл экшенға толы супер батырлар жайлы блокбастер. Ал киноның сюжеті қарапайым. Ол шексіз соғыстың жалғасы. Любой ценой. Marvel представляет Мстители. Финал. Я, достар, осымен біздің топ 5 2019 жылы кинолар аяқталды. Бұл тек біздің ойымыз. Я, басқа да қызықты кинолар бар. Өкінішке орай бұл топқа барлық кинолар сыймайды. Өздеріңіздің топ 5-ті комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады. Келе жатқан 2020 жыл құтты болсын. Ал мен қоштаспаймын, осы видеоның қызықты сәттерін Инста парақшасынан көре аласыздар. Сонымен сіздермен болған Димари каналы, каналға жазылып лайк басып кетіңіздер.